Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз қызықты ертегі түсіретін боламыз. Ертегінің аты бауырсақ туралы. Қазір ертегін бастаймыз. Сондықтан лайк, подписка басып кетіңіздер. Ертеде ешкі жанып өртеде. Кемпір мен шал болыпты. Бір күні шал кемпір айтты. Кемпір маған бауырсақ пісіріп берші дейді. Кемпір айтады, мұның біткені қашан дейді. Кемпір-ай, қаптың түгін қағып, орнын сыпырып деп қаптың түгін қағып, орын сыпырып, шыққан ұннан бауырсақ жасапты. Бауырсақ піскен кейін терезенің алдына қойыпты. Қырып шаршаған бауырсақ орманға қарай домалап кетті. Домалап кетіп бара жатып, алдынан қоян шықты. Қоян айтады, бауырсақ, мен сені жеймін дейді. Бауырсақ айтады, қоян мен жемеші дейді. Мен саған өлең айтып берем. Атамнадан қаштым, апамнадан қаштым. Енді сенен де қашып кету қиын емес дейді. Қояннан да қашып кетті. Потом тағы домалап барып алдынан қасқыр шықты. Қасқыр айтады, бауырсақ, мен сені жеймін дейді. Бауырсақ айтады, қасқыр мен жемеші дейді. Мен саған өлең айтып берем дейді. Атамнадан қаштым, апамнадан қаштым. Қояннан да қаштым, сенен де қашып кету қиын емес деп ары қарай домалап кетті. Потом домалап келе жатқан орнынан алдынан аю шықты. Аю айтады, бауырсақ, мен сені жеймін дейді. Бауырсақ айтады, аю, мен жемеші, мен саған өлең айтып берем дейді. Атамнадан қаштым, апамнадан қаштым, қояннан да қаштым, қасқырдан да қаштым, енді сенен де қашып кету қиын емес деп ары қарай домалап кетті. Домалап келе жатқан орнынан алдына түлкі шықты. Түлкі айтады, бауырсақ, мен сені жеймін дейді. Бауырсақ айтады, түлкі, мен жемеші дейді. Бауырсақ айтады, мен саған өлең айтып берем дейді. Атамнадан қаштым, апамнадан қаштым, қояннан да қаштым, қасқырдан да қаштым, енді сенен де қашып кету қиын емес деп өлеңін жақсы екен, бірақ мен құлағым жақсы естімей тұр. Мен мұрныма шығып айтасың ба дейді. Бауырсақ домалап мұрнына шығып алыпты да өлеңін апамнадан қаштым, атамнадан қаштым, қояннан да қаштым деп ол аузынан ап деп жеп қойыпты. Сонымен ертегі бітті.